Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Өте тез дайындалатын тіске басармен бөлісетін боламын. Ол үшін піскен картошка, қырыққабат, сәбіз, пияз және жусай қажет болады. Суға пісіріп аласыздар картошканы, үстіне 20 грамм сары майды салып, жақсылап бір келкі кетіп араластырып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге алғысым шексіз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазғандарыңыз үшін. Картошкамыздың үстіне 2 дана жұмыртқа қосасыздар. Бір келкі қылып араластырып аламыз. Жусайымызды майлап тураймыз. Кез келген ас көкті қоссаңыздар болады. Көктем мезгілі қазір жусай есіқалда өсіптір. Жусай қосуды жөн көрдім. Жақсылап араластырасыздар жусай мен картошканы. Үстіне жарты шай қасық тұз және 250-300 грамм електен өткізілген ұнды салып, жақсылап араластырып, бір келкі және бір шай қасық разрыхитель қосқыш, бір келкі етіп қамыр илеп аласыздар. Қамырымыз дайын болды. Астына және үстіне ұн сеуіп, бетін жауып салафанмен 20 минутқа тындырып қойыңыз. Оға дейін ішіне салмасын дайындаңыздар. Пиязды, қырыққабатты барлығын турап дайындап аласыздар. Осы рецепттің барлық керекті құрамын видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Сәбізді терканың ең үлкен ірісінен өткізіп аламыз. Табамызға 50 грамм май құйып қыздырамыз. Рет-ретімен пиязды, сәбізді, қырыққабатты жақсылап араластырып қуыратын боламыз.
дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш барлығын жақсылап қосып, біркелкі етіп араластырып аласыздар. Және 50 грамм су, астын жай басып, бетін жауып, жай отта 10 минут бұқтырамыз. Салмамыз дайын болды, енді осыны суытып қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз, астына ұн сеуіп, қамырымызды бөліп, күлшелеп дайындап аласыздар. Şimdi қамырымызды жаятын боламыз. Ұнмен жайыңыздар, орташа қылып. Бұл тіске басарды 5 шайына дайындасаңыздар, өте тамаша болады. Ортасын екіге бөлеміз. Бір бұрышына салмамызды саламыз. Енді үш бұрышты етіп, көріп тұрғандарыңыздай шанышқының көмегімен бекітіп шығасыздар. Қамыр өте жұмсақ болады. Осылай дайындап аласыздар. Қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Орташа отта. Екі жағы қызарып дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болады. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруді ұсынамын. Өте дәмді болады. Барлықтарыңызға ас болсын.